Мама, ертегі айтып берші. Балалар, ертегі тыңдағыларың келе ме? Жақын отырыңдар. Лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Алдар көсе және мақтаншақ бай. Алдар көсенің жер жарған атағы қызғаншақ байдың ұйқысын қашырады. Іші күйген бай жүрген жерінде алдар көсе деп қоймайсыңдар. Бір кездеспей-ақ қойды өзі маған. Көрсем, аяғын аспаннан келтірерім деумен болады. Мұны естіген кәрі де, жас та, бесті қымызға мас та, миықтарынан күліп, «Ой, байеке, мақтанбаңыз, алдарды жеңемін деп бөспеңіз. Жұрт қалай түсіп қалғанын сезбей қалады. Ол бір бұғып жатқан қақпан, өзі тиіспейді, тиіскенді аямайды» дейді. «Жоқ, қайткенде де мен оны жеңбей тынбаймын. Ақыл айқасында, қулық шайқасында оны тірідей өлтірем. Егер алдай алмасам, айыма ту бие сойып бәріңді шақырам. Маған кездесу қиын болып жүр. Әйтпесе...» Бірде сол мақтаншақ бай желмаясымен желіп жүріп, бейтаныс біреуге көзі түседі. Ол бірдеңе іздеп жүргендей шыр айналып, ары-бері теңселіп жүр екен. «Ей, миғла, неғып мәңгіріп жүрсің? Не жоғалттың?» «Жоғалтқан ештеңем жоқ, бірақ іздеп жүргенім рас». «Не іздеп жүрсің сонда?» «Жердің басталар шеті осы тұста екенін жақсы білем. Шөп өсіп кетіп, анықтай алар емеспін. Жоғарыдан қарасам тез табар едім, бірақ бұл арада тау да, төбе де жоқ». «Түйеге мінсең көрінер ме еді?» «Көрінгенде қандай? Сен де кейін жердің ұшын бірге тапқанбыз деп айтып жүресің. Сонда абырой, атақ, қадір құрмет екеумізге де ортақ болады. Келсесің бе?» «Әрине» дейді әлгі бейтаныс миығынан күліп. Сөйтіп бай түсіп, түйеге жоқ іздеуші мінеді. «Қалай, көріне ме?» деп сұрайды бай. «Жоқ, көрінбейді» дейді алдар, түйенің бидасын берік ұстап. «Бірақ біреудің ақымақтығына көзім жетті. Бұдан былай жұртқа алдар көсе екеуінің әлгі пұшпақты қалай іздегендеріңді айтып, мақтануыңа болады. Эй, не деп оттап тұрсың? Қайда қалдар? Түйемді қайтар қарақшы!» «Қуып жетсең аласың, жетпесең масқара боп қаласың» дейді де, алдар артына қарамай желмаясын жосылта жөнеледі. Ақмақ бай аузын ашып қала береді. Алдарға алданып, астындағы түйесінен айырылып, жаяу қалған бай кеш бата сүйретіліп, ауылына әрең жетеді. Оны көріп шошып кеткен әйелі: «Не боп қалды? Түйем қайда?» деп сұрайды. «Ой, түйе жоқ, түйеден айырылып қалдым. Масқара болғанда оны алдар көсе алып кетті» дейді жыларман болған бай. Сол кезде оның сараң әйелі санын соғып, ойбайға басады. Дегенше айқай шуға маңайдағы халық жиналады. Мән жайды сұрастырып білген соң: «Түйеңізді қайтып алып қойды. Күшпен бе, қулықпен бе?» дейді жиналған жұрттың біреуі. Сонда қызғаншақ бай: «Қулықпен, айламен әрине» деп жауап берген екен. Ертегі ұнады ма? Ұнаса каналға жазылып, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпа. Сені әлді тағы да қызықты ертегілер күтеді.